Бір бала кенеттен әпкесінің «көмектес» деген даусын естіп, дереу әпкесіне қарай жүгірді. Сол жер Қытай адамдарымен толы болды. Біраз уақыттан кейін ақш елшілігі оны өз еліне қайтарды. Мәселе сол, баланың жеке куәлігі немесе төлқұжаты жоқ еді. Оның тек киімінде «Греф» деген сөз жазылған болатын. Мүмкін, баланың аты Джейкоб шығар. Бастапқыда полиция оны әкелетін деп ойлады. Бірақ ел бойынша тексергенде ешқандай сәйкестік табылмады. Өйткені Джейкоб кенеттен пайда болған еді. Джейкоб өз жеке басы туралы ештеңе айтпады. Мартиннің ықпалынан кейін ғана Джейкоб телефонында «БУ» деген сөзді көрсетті. Мартин бірден Джейкоб өзінің туған қаласы туралы айтып тұрғанын түсінді. Бірақ полицияда Джейкоб атты ешкім жоқ екенін, және жоғалған бала туралы да ешқандай іс тіркелмегенін айтты. Содан кейін Мартин шешім қабылдап, Джейкобты балалар үйіне апармақ болды. Бірақ Джейкоб өзінің ата-анасы бар екенін айтып, бас тартты. Мартин Джейкобтың адал жүзін көріп, оны өзі үйіне апаруға шешім қабылдады. Сол кезде ғана Джейкоб разы болып күлімсіреді. Мартин ұзақ жол жүріп, Джейкобтың нұсқауларына сәйкес бір отбасының үйінің алдында тоқтады. Орта жастағы адам есік ашты. Мартин одан: «Бұл сіздің жоғалған ұлыңыз ба?» деп сұрады. Бірақ адам: «Менің ұлым 32 жыл бұрын қайтыс болды», деді. Мартин бұл жаңалықты естігенде қатты таң қалды. Ол өзіне дұрыс емес жерге келгендей көрінді. Сол кезде Джейкоб жүгіріп барып, адамды құшақтап, оны «әке» деп шақырды. Ол өз көздеріне сенбеді. Әлі 32 жыл бұрын қайтыс болған адамдың қайта тірі болуы мүмкін емес еді. Сол уақытта үй иесінің әйелі шығып, Джейкобты көріп таңданып, қорқып артқа шегінді. Ол ұлының атын сыбырлап айтты. Бұл адам ұзақ өмір сүрген, бірақ 32 жыл бұрын қайтыс болған адамның қайта келуіне сенуге батылы жетпеді. Джейкоб дәл суға батқан кездегідей көрінді, тіпті киімі де сол кездегідей еді. Люси Джейкобты бөлмеге кіргізіп, оны мұқият бақылауға алды. Джейкоб бұрынғыдай кінәсіз әрі сүйкімді болды. Люси мен Джейкоб бір-біріне әжесі мен немересі сияқты көрінді. Джейкобтың қайта келуі Люсиге қуаныш пен уайымды бірге алып келді. Ал Генри өте алаңдады, себебі өлген адамның қайта тірілуі мүмкін бе, жоқ па, белгісіз еді. Джейкобтың ағасы Фред жаңалықты естіп келді. Ол не болып жатқанын түсінбеді. Мартиннің мектебі туралы сұрады да, Джейкобтың өлім куәлігін көрсетті. Мартин түсіндіруге дайындалып жатқанда, Джейкоб ағасын амандасуға шықты. Фред баланы көріп қатты таң қалды. Бірақ сұрақ қоюға мүмкіндік болмастан Джейкоб есінен танып құлады. Джейкобтың денесі қатты қимылдады. Дәрігер стетоскоппен тыңдады, бірақ жүрек соғысын ести алмады. Ол стетоскоп бұзылған шығар деп ойлады, бірақ тексергенде бәрі қалыпты екені көрінді. Дәрігер стетоскопты қайта қойғанда ғана жүрек соғысы естілді. Барлығы кеткеннен кейін, ол тыныштықта төменге түсті, терезе алдында тұрып сырттағы жарыққа қарады. Келесі күні ол қайта жоғалып кетті. Мартин мен Генри Джейкобты бүкіл қала бойынша іздеді. Ақыры олар оны үйдің алдында тапты. Бірақ Джейкоб әкесін көргенде, терең орманға қарай қаша жөнелді. Генри оны қуғанымен, қартайғандықтан күшінен айырылып бара жатты. Ол өткенде әкесі мен ұлы бірге ойнап, қуалап жүрген сәттерді еске алды. 32 жыл бұрынғыдан бері ол ұлының жанында болмаған еді. Джейкоб ағаш тесігіне жетіп, бұрын жасырған ойыншықты алды. Өліп, қайта тірілгеніне 32 жыл болса да, ол әлі де бала сияқты кінәсіз әрі сүйкімді еді. Люси Джейкобты қатты жақсы көрді. Оның қайтып келгенін көргенде, бәрінен бас тартуға дайын болды. Генри керісінше, Джейкобтың аномальды өлген адамның аппетитіне ие екенін түсіне алмады. Бірақ Люси мұның бәрін әдейі елемеуге тырысты. Мартин Джейкобқа тірі кезінде не болғанын еске түсіруін өтінді. Джейкобтың айтуынша, ол Фред ағасының әйелін құтқару үшін суға түскен, алайда қатты ағыс оны ағызып әкеткен. Ал Фредтің әйелі басқа бір ер адам арқылы құтқарылған. Джейкоб есін жиғанда өзін күріш алқабының ортасында жатқан күйінде көрген. Генри сол жылы болған оқиғаларға қатты күмәнданды. Өйткені ол ұлын өз қолымен жерлеген еді. Шындықты анықтау үшін Мартин қабірді қазып, мәйітке сараптама жасауды ұсынды. Генри бұл ойға қарсы болса да, ақиқатты білудің жалғыз жолы осы екенін түсініп, полицияға рұқсат берді. Табыт ашылған сәтте Мартин есеңгіреп қалды. Джейкобтың сүйегі әлі де табыттың ішінде жатты. Тіпті оны жерлеген кезде киген киімі де Джейкоб қайта келгендегі киіммен дәл бірдей еді. Осыдан кейін жағдай тіпті жұмбақ бола түсті. Адамдардың көзінде Джейкоб қорқынышты жаратылысқа айналды. Ол қай жерде көрінсе, жұрт одан қашқақтайтын болды. Сонымен қатар Джейкоб қалада тағы бір тірілген адамның бар екенін сезді. Ол 13 жыл бұрын жаңбырлы түнде жүрек ауруынан қайтыс болған. Қайта тірілген соң ол өзінің тас үйінде пайда болды. Бұл жағдай оның қызы Эленді қатты қуантты, ол әкесін құшақтап жылады. Алайда ұлы бұл жағдайға риза болмады.
Өйткені кенеттен пайда болған әкесі тым көп тамақ ішетін әрі өте құпиялы адам болып көрінді. Калебтің мінезі бұрынғыдан мүлде өзгеріп кеткен еді. Қайта тірілгеннен кейін көп ұзамай ол күрек алып, орманның әр жерін қаза бастады. Алғашында жұрт оны қабір қазып жүр деп ойлады. Бірақ шын мәнінде ол ақша іздеп жүрген еді. Ақшаны жасырып жатқан кезде жүрек талмасы ұстап, сол жерде жан тапсырған. Енді ол сол ақшаны тауып, қызына жақсы өмір сыйлауды қалады. Бірақ ондаған шұңқыр қазса да ақшаны таба алмады. Калеб ашуланып, ақшаны сыбайластары алып кетті деп ойлады. Ол құрал саймандарын алып, олардың үйіне барды. Есікті ашқан сәтте қарсысы Калебті көріп, қорыққаннан жерге құлап түсті. Калеб ештеңе айтпастан балғамен оны өлтірді. Кейін балғаны жуып, сабырмен үйіне қайтты. Оның ойында енді одан да қорқынышты жоспар пісіп жетілген еді. Калеб 13 жыл бұрын жасаған қылмысын қайта қайталады, тағы да ақша таситын көлікті тонады. Бірақ бұл жолы күзет күшейтілген болатын. Бұрын 2 адам болса, енді 3 еді. Калеб көліктің жүксалғышын ашқанда, ішінен полицейді көріп таңғалды. Ол бір адамды атып өлтіріп, 2 үлкен сөмке ақшаны алып қашты. Түрмеде Эллен әкесіне қатты ашуланды, өйткені оның кесірінен өмірі күйреді. Ағайындылар үнемі ұрсып, Эллен тіпті жұмысынан да айырылды. Калеб бәрін түсіндіргісі келді. Бірақ ашуға булыққан Эллен оны тыңдамастан кетіп қалды. Калеб қатты қайғырды. Ол тек қызының жақсы өмір сүргенін қалаған еді. Бірақ бәрі бұлай аяқталады деп ойламады. Мартин оны жұбатуға тырысты, алайда су әкелу үшін бұрылып кеткен сәтте Калеб жұмбақ түрде жоғалып кетті. Мартин не болғанын түсінбей қалды. Әлде өлгендер қайтадан жоғала ма? Дәл сол уақытта шіркеудің ортасында қызыл көйлек киген бір әйел отырды. Әйелдің жүзін көрген сәтте ол көзіне сенбеді. Бұл 10 жыл бұрын қайтыс болған сүйіктісі Рейчел еді. Оның алғашқы сөзі Томды шошытты. Ол, мен өлдім бе? Деп сұрады. Рейчелдің өзі де өлгеніне сене алмады. Тіпті тірі екенін дәлелдеу үшін қолын кесіп көрді. Том оны жертөледе қалдырды. Алайда Том өте қиын жағдайда қалды. Ол үйленген, бақытты отбасы бар еді, ал енді бұрынғы сүйіктісі кенеттен қайта тіріліп отыр. Кенеттен тіріліп келген Рейчел Томды тығырыққа тіреді. Ол не істерін білмеді. Біраз ойланып көргеннен кейін, Рейчелдің қайта оралуы оның әйелі үшін үлкен қауіпке айналғанын түсінді. Әйелі Томға Рейчелді басқа жаққа жіберуін және олардың қарым-қатынасын толық тоқтатуды талап етті. Оның оған деген сезімі 10 жыл бұрынғыдай, олар бір-бірін шын сүйген кездегідей, әлі де өзгермеген еді. Ол сүйген адамының басқа біреудің күйеуі болып кеткенін қабылдай алмады. Том мен Рейчел бұрын кездесіп жүрген жерінде жолықты. Сол жерде Рейчел енді онымен ажырасқысы келмейтінін айтты. Ақырында Том сүйіктісін жіберуге дәті бармай, оны мотельге орналастырды. Мотельге кірген сәтте Рейчелдің басы айналып кетті. Сол себепті Том оны дереу ауруханаға алып барды. Тексеруден кейін дәрігер оның денсаулығы толықтай қалыпты екенін айтты. Бірақ медициналық құжаттың келесі бетін ашқанда, дәрігер қатты таңғалды, Рейчел жүкті болып шықты. Ең таңғаларлығы, бұл жүктілік 10 жыл бұрын болған еді. Күтпеген жерден ұрық та Рейчелмен бірге қайта тірілген екен. Томда енді бәрін әйелінен жасыратын мүмкіндік қалмады. Ол бар шындықты айтуға мәжбүр болды. Бұл жаңалықты естіген Томның әйелі қатты күйзеліске түсті. Ол да ана болуды армандаған, бірақ бұл арман ешқашан орындалмаған еді. Том оны тастамайтынына ант берсе де, олардың қарым-қатынасына сызат түсті. Ашуға булыққан әйелі бұл жайлы құрбысы Хеленге айтып берді. Ақыл сұрау үшін Хелен Рейчелмен сөйлесуге барды. Ол Рейчелге қатты қысым жасап, Том ешқашан оның құрсағындағы зұлым нәрсені қабылдамайтынын айтты. Тіпті Рейчелді жұмақтағы улы жыланға теңеп, ал оның ішіндегі баланы шайтан деп атады. Хеленнің ойынша, қайта тірілген адамдардың барлығы қарғысқа ұшыраған жын шайтанның елшілері еді. Осы уақытта шіркеуде де үлкен дау туды. Кейбір адамдар тірілгендерді Құдайдың сыйы деп санап, оларды жақындарымен қайта қауыштырғанына шүкіршілік етті. Ал басқалары оларды шайтанның қайта туған бейнесі деп есептеді. Том оның бұрынғы сүйіктісі екенін мойындады. Сол мезетте Хелен орнынан тұрып, Рейчелдің жүкті екенін жұрт алдында жариялады. Шіркеу іші астан-кестен болды, адамдар орындарынан тұрып, тарай бастады. Осы жанжалдың салдарынан Том пасторлық қызметінен айырылды. Ол бір кездері сыйлы рухани жетекші болса, енді қоғам тарапынан айыпталып, жала жабылған адамға айналды. Үйіне қайтқан соң, Том бұл құпияны сыртқа таратқаны үшін әйелін кінәлады. Ерлі-зайыптылардың арасы мүлде бұзылудың аз алдында тұрды. Осы уақытта Рейчел жалғыз өзі үйіне қайтып келе жатты. Жолда оны 2 ер адам көлікке алдап отырғызды. Олар өздерін Федералдық тергеу бюросының қызметкерлеріміз деп таныстырды. Олар Рейчелді қайта тірілген адамдардың құпиясын ашу үшін алып кетіп бара жатқанын айтты. Соңғы кезде адамдардың бірінен соң бірі өлімнен қайта оралуы олардың артында бір үлкен құпия бар екенін меңзейтін еді.
Ер адамдар оны күштеп жауап беруге тырысқанда, ол ашуға булығып: «Егер мені өлтірсеңдер, сендерді елес болып соңдарыңнан қалмай қоямын», деп қорқытты. Осы сөздерден шошыған адам оны босатты. Дәл сол сәтте есік қоңырауы соғылып, директор Фред дер кезінде жетіп, Рейчелді босатты. Ол тірілгендердің құпиясын қалайда ашуға бел буған еді. Аласапыран кезінде Том мен Мартин ішке басып кірді. Том оны құтқармақ болды, бірақ кенеттен әлгі адам оқ атты. Өлімнен қайта оралған бейшара Рейчелді сүйген адамының көз алдында атып өлтірді. Том Рейчелдің денесін құшақтап, есінен танып қала жаздады. Дәл осы уақытта жақында ғана тірілген Джейкоб та із-түссіз жоғалып кетті. Люси баласын іздеп асығыс жолға шықты. Ақыры оны орманнан тапты, ал оның артында жаңа ғана тірілгендей көрінетін 3 адамнан тұратын отбасы тұрды. Бұл көрініс бәріне үрей туғызды. Полиция бөлімшесі де осындай түсініксіз құбылыстар алдында дәрменсіз күйге түсті. Тіркеу бөлімінің қызметкері Фредке шағымданып, жағдайдың бақылаудан шығып бара жатқанын айтты. Тіріліп келген адамдардың көбейіп кетуі бүкіл әлемді астан-кестен етіп жатқандай еді. Көп ұзамай бір әйел бұрыннан қайтыс болған әпкесінен қоңырау алды. Ол еш ойланбастан үйіне қарай жүгірді. Сол сәттен бастап телефондар бірінен соң бірі тынымсыз шырылдай бастады. Өлгендер қайта оралып жатты. Осы уақытта Мартин қараңғы жолмен полиция бөлімшесіне қарай келе жатты. Кенеттен оның алдынан қызыл көйлек киген бір адам пайда болды. Жақынырақ қараған сәтте ол қатты қорқып кетті. Бұл таңертең ғана атып өлтірілген Рейчел еді. Рейчел өз денесін көріп қатты шошыды. Өліп қайта тірілгеніне қарамастан, оның құрсағындағы балаға еш зиян тимеген. Ұрық толықтай сау дамып келе жатты. Жанында тұрған Том не қуануын, не уайымдауын білмей қалды. Ол алдындағы Рейчелдің шынымен адам екенін, немесе мүлде басқа бір нәрсе екенін ажырата алмады. Фред те өз туыстарының қайта тірілгенін көрді. Расында да, көп жыл бұрын қайтыс болған әйелі де өмірге қайта оралған еді. Ол қуаныштан әйелін құшақтады, бірақ әйелі көңілсіз көрінді. Бұл жолы ол Фредпен қайта қосылу үшін емес, ажырасу үшін келгенін айтты. Ол шын мәнінде бір апта бұрын қайта тірілген, алайда бірден үйіне оралмаған. Өйткені тірі кезінде көршісімен көңіл қосқан екен. Қайта тірілген бойда сол көңілдесін іздеп барған. Ол өмір бойы тек енді ғана әйелінің өзіне опасыздық жасағанын біліп отыр еді. Фред әйелінің қайта оралғаны үшін бәрін кешіруге дайын екенін айтты. Бірақ әйелі бұрынғы өміріне қайта оралғысы келмейтінін, сүйген адаммен бірге болуды қалайтынын жеткізді. Фред әйелін бақытын табуға жіберуге мәжбүр болды. Бұл опасыздық оның қайта тірілгендерге деген сенімін күйретті. Бұрын ол оларды Құдайдың сыйы деп есептейтін, ал енді олардың қайта оралуының мақсаты адамдарға азап әкелу деп ойлады. Қайта тірілгендердің саны артқан сайын, Фредтің көңілі де күмән мен ашуға толды. Ақыры оның ойына сұмдық жоспар келді. Келесі күні қалаға әскер азық-түлік жеткізу үшін келді. Фред әдейі әскер басшысына Рейчелдің өлімі мен қайта тірілуі жайында айтты. Кейін оны мәйітханаға алып барды. Командир таңғалды. Аз ғана уақыт бұрын күліп сөйлесіп жүрген адам енді суық дене болып жатыр еді. Фред қайта тірілгендердің жақындарын қауыштыру үшін емес, өзгелерге қайғы әкелу үшін оралады деп сендірді. Командир бұл сөздерді қисынды деп тапты. Шынымен де, мұның бәрі қалыпты жағдай емес еді. Екеуі бір-біріне қарап, үнсіз келісімге келді. Тірілерді қорғау керек, ал қайта тірілгендерді емес. Фред құжат рәсімдеу сылтаумен қайта тірілгендердің барлығын спорт залға жинады. Сол кезде жолда Джейкоб адамдардың тым көп екенін көріп, Генриден өзін үйіне алып кетуін сұрады. Құжаттарды Мартин өзі реттейтінін айтты. Сөйтіп Генри мен әйелі Джейкобты үйіне алып кетті. Мартин бір жайтты сезгендей болды. Ол спорт залға кіріп, 3 адамнан тұратын отбасын алып шығуға тырысты. Бірақ қаруланған сарбаздар оларды шығарудан бас тартты. Қарапайым қағазбастылық үшін қарулы әскердің қажеті жоқ еді. Сол сәтте Мартин бәрін түсінді. Олар қайта тірілгендердің барлығын өлтірмек болды. Ол артқы есікті ашып, адамдарды қашуға жіберді. Фред жоспарының әшкереленгенін көріп, ашуға булығып, қол астындағыларға қашқандарды қууға бұйырды. Бірақ сарбаздардың арасында да қайта тірілгендердің туыстары бар еді. Сол себепті бірі қызметінен бас тартты. Осы уақытта Джейкобтың үйінің маңында полиция бақылап тұрды. Мартин дереу жетіп келіп, Джейкобты алып кетуге тырысты. Көп ұзамай Фредтің адамдары да жетті. Қала шекарасынан шыға бергенде, көліктің алдыңғы жағынан кенеттен өлі жәндіктер қаптап кетті. Артынан тікұшақ пайда болып, соңдарынан 2 қара көлік түсті. Осы сәтте Мартин есінен танып қалды. Есін жиғанда, әлгі адамдар да, Джейкоб та жоқ еді. Ол есінен танар алдындағы оқиғаларды есіне түсіруге тырысты. Біреулермен төбелескені ғана көмескі түрде есінде қалды. Қалғанын мүлде есіне түсіре алмады. Қатты қорыққан Мартин Джейкобтың үйіне қарай асықты.
Үрейленіп, есікті тоқпақтап, тізерлеп отырып кешірім сұрады. Мартиннің арт жағынан кенет бір дауыс естілді. Бұл Джейкобтың дауысы еді. Ол Мартинді шақырып тұрды. Джейкоб үйіне қайта оралған екен. Кейін белгілі болғандай, Джейкоб бұл үйде бір аптадан бері жүрген. Мартин оны бөлімшеге шақырғанда, Джейкоб өзіне бір жұмбақ адамның тергеу бөлмесіне апарғанын есіне түсірді. Олар оған қандайда бір дәрі еккен. Содан кейін болған оқиғаларды ол анық есіне түсіре алмады. Мартин есін жиғанда, бір апта өтіп кеткен еді. Қайтып келгеннен кейін ол үнемі жүрегінің тұсы ауыратынын сезді. Сол себепті дәрігерге қаралды. Бірақ тексеру нәтижесі бойынша оның денсаулығы қалыпты болып шықты. Қорқынышы басылмаған Мартин қаладан кетіп, басқа жақта жасырынып өмір сүруді шешті. Алайда таныс қалаға қайта оралған сәттен бастап, оның артынан тағы да бір жұмбақ адам аңдып жүргенін байқады. Мартин оны бірден таныды. Бұл бұрын өзі ұрланған кезде көрген әйел еді. Ол асығыс үйіне барып, заттарын жинап, қашуға дайындалды. Бұл жерде ұзақ қалуға болмайтынын түсінді. Күтпеген жерден сол әйел оның үйінде күтіп отыр екен. Ол сабырлы үнмен Мартинге қалаға қайта оралып, қайта тірілген адамдардың әрекеттерін бақылауды бұйырды. Барлық мәліметті өзіне хабарлап отыруын талап етті. Мартин әйелдің менмен кейпін көріп, қатты ашуланды. Ол өзінің ұрланғанын, ағзасына дәрі егілгенін айтып, енді оған сенбейтінін, және ол үшін жұмыс істемейтінін мәлімдеді. Алайда әйел ашуланған жоқ. Ол бірнеше қадам алға шығып, егер айтқанына көнбесе, оны да қайта тірілгендер сияқты жойып жіберетінін ескертті. Сол сәтте Мартин бәрін есіне түсірді. Белгілі болғандай, ол қамауда отырған күні қарбалас кезінде қаруын қайта қолға түсірген. Сол кезден бастап шынайы Мартин қаза тапқан. Ал қазіргі Мартин қайта тірілген адам еді. Оның жүрегі үнемі ауырып жүруінің себебі де осы болатын. Қайта тірілген адамдар көбейген сайын, Джейкобтың әжесі де өлімнен қайта оралды. Әже мен немере екеуі де қайта тірілгендер болғандықтан, олардың арасында ерекше байланыс пайда болды. Келесі күні Генри анасының тіріліп, алдынан шыққанына қатты таңғалды. Оның үстіне, Генри өз анасынан жасы үлкен еді. 30 жылдан астам уақыт көріспеген ана мен ұл көздеріне жас алып, бір-бірін құшақтады. Генри ағасына анасына не істегенін айтып бергенде, ол қатты ашуланды. Фредтің әйелі де, немересі де қайта тірілгендер еді, енді анасы да оралды. Оның бүкіл отбасы қайта тіріліп келген соң, Фред қайта тірілгендерді жою туралы ойын жүзеге асыра алмады. Өйткені бар нәрседен айырылу ең ауыр қасірет еді. Фредтің өзі де іштей қатты күйзелісте болатын. Ол қайғысын ұмыту үшін ішімдікке салынды. Алдыңғы жоспары іске аспағанымен, қайта тірілгендерді жоюды ойлағаны үшін ар-ұяты мазалай берді. Бірақ көп жыл бұрын қайтыс болған анасы кенеттен тіріліп келгенде, ол қуанышын жасыра алмады. Анасын құшақтап, көз жасына ерік берді. Келесі күні Фред барлық ішімдігін төгіп, қайта тірілгендерге басқаша көзқараспен қарауға тырысты. Осы уақытта Мартин қалаға қайта оралды. Оның мақсаты бұл жердегі барлық қайта тірілген адамдарды бақылау еді. Америкадағы бір шағын қалада ондаған жыл бұрын қайтыс болған адамдар қайта тіріліп, үйлеріне оралып жатты. Джейкоб өлімнен қайта келген еді. Енді оның әжесі де тірілді. Бірақ әжесі бір құпияны жасырып жүргендей көрінді. Түн ортасында ол отбасының бұрыннан қараусыз қалған зауытына барып, темір таяқпен жерді қаза бастады. Бар күшін салып, ақыра іргетасты бұзып, астынан бір қуыс ашты. Алайда оның астынан ақша емес, сүйектер үйіндісі шықты. Келесі күні пастор Том шіркеу қауымын өзенге шоқындыру рәсіміне алып барды. Сол жерде бір әйел кенеттен адам бас сүйегін тауып алып, қорыққаннан айқайлап жіберді. Тіпті аяғын шығарып алды. Полиция дереу жетіп, өзенді жарты күн бойы тексерді. Нәтижесінде 6 қаңқа табылды. Бұл жерде біреу адамдардың мәйіттерін тастағаны анық еді. Бірақ ең таңғаларлығы, сараптама нәтижесінде 6 қаңқа бар болғаны 3 адамға тиесілі болып шықты. Бұл ақылға қонымсыз дерек олардың қайта тірілген адамдарға тиесілі екенін дәлелдеді. Сондықтан бірдей қаңқалар пайда болған еді. Дене ыдырау деңгейіне қарап, бұл адамдардың ондаған жыл бұрын қайтыс болғаны анықталды. Демек, Джейкоб алғашқы қайта тірілген адам емес, мұндай құбылыс бұл қалада бұрыннан бар болған. Бұл жаңалық полиция қызметкері Кастты қатты қорқытты. Ол жұмыстан әрең үйіне жеткенде, абайсызда ағасының шарап бөтелкелерін құлатып алды. Касттың ағасы күні бойы үйде, ішімдік ішуден басқа ештеңе істемейтін. Ол Кастты үнемі қорлап кемсітетін. Каст сәл қарсы сөз айтса, ағасы өткенді еске салып, оны мазақтайтын. Әлсіз тұстарын біліп алғандай, шектен тыс дөрекі еді. Каст қанша қорлық көрсе де, бәріне үнсіз төзуге мәжбүр болды. Тіпті ағасы оны жердегі тамақты жеуге мәжбүрледі, ал Каст көнді. Алайда адам мұндай қорлыққа мәңгі шыдай алмайды. Бір күні Каст қаруын алып, ағасын атып өлтірді. Сол сәттен кейін ғана ол асын тыныш іше алды. Кейін ағасының мәйітін жертөлеге сүйреп апарып,
үлген әрі терең шұңқырға көміп тастады. Топырақты қайта жапқанда, үстіңгі қабаттан ағасының ұрысқан дауысы естілді, ол қайта тіріліп келген еді. Каст қатты күйзеліп, бәріне тағы да төзуге мәжбүр болды. Бұл оның алғаш рет біреуді өлтіріп, көміп тастауы емес сияқты көрінді. Қалада қайта тірілген адамдардың қалдықтары табыла бастады. Тек кездейсоқ түрде отбасының қараусыз қалған зауытының жертөлесінен сүйектерге тап болды. Амалсыздан ол анасынан сұрауға тырысты, бірақ анасы жауап беруден бас тартты. Ол әдейі бұл тақырыптан қашқақтады. Шын мәнінде, бұл жолға қайта тірілуінде оның үлкен құпиясы бар еді. Көп жыл бұрын, жастау кезінде, қалада кенеттен жындар пайда болған. Ол жындар қайта тірілген адамдар болатын. Тірі адамдар қайта тірілгендерден қатты қорқып, оларды жоюдың түрлі жолдарын ойлап тапты. Бірақ оқ атса да, өртеп жіберсе де, қайта тірілгендер бәрібір өмірге қайта оралатын. Ақырында адамдар оларды мүлде жоғалтудың бір амалын тапты. Фредтің анасы сол құпияны білетін еді, және қайта тірілгеннен кейін де жақындарын қорғауға ант берді. Өмірге қайта келгеннен кейін оның ғұмыры мазмұнды өтсе де, жанын қатты қинайтын бір адам. Тірі кезінде Барбара өзен жағасында бір көршісімен кездескен. Алайда абайсызда өзенге құлап кетеді. Джейкоб оны жағаға шығарып құтқармақ болады, бірақ өзі тайып кетіп, қатты ағысқа ағып кетеді. Осы оқиғадан кейін ол Барбараны жек көріп кеткен. Бұған қоса, Барбара қайта тірілген соң Фредтен ажырасуды талап етеді. Осыдан кейін олардың арасындағы жанжал одан сайын ушыға түседі. Тіпті отбасылық кештердің бірінде Барбара көпшіліктің алдында қорланып, ашулы күйде кетіп қалады. Кейін ол өз әрекеттерін ой елегінен өткізіп, қатты қателескенін түсінеді. Ақыры Барбара Фредтің үйіне келіп, екеуі татуласады. Алайда мұны Фредтің анасы білгенде қатты ашуланады. Қараңғы түскенде ол Барбараны саябаққа ертіп шығады. Біраз уақыттан кейін гипнозға ұқсас жағдай орын алып, Барбара ғайып болады. Бұл көріністі бір қыз көріп қалып, дереу Мэггиге айтып береді. Алғашында Мэгги әжесінің мұндай қабілеті бар екеніне сенбейді. Бірақ Барбараның қан үлгісін алған кезде қатты таң қалады. Сынауықтағы қан кеуіп қалған еді. Бұл Барбараның толықтай жоғалып кеткенін білдірді. Сол уақытта қайта тірілген адамдар ауыра бастайды. Алғашқы белгі үздіксіз жөтел. Кейін олардың денесі күлгін түске еніп, ақырында біртіндеп ғайып бола бастайды. Касттың ағасы да осы ауруға шалдығады. Ағасының азап шеккенін көрген Каст іштей қуанады, өйткені бұрын өзі ағасының зорлығына қатты жапа шеккен еді. Енді ол сол қорлықтан құтылғандай болды. Касттың ағасының жөтелі күшейе береді. Ол көмек сұрап айқайлайды, бірақ кенеттен бәрі тына қалады. Диванның үстінде ешкім жоқ еді. Касттың ағасы шынымен де жоғалып кеткен болатын. Бұл уақытта Рейчел қайта тірілгеннен кейін жүктілігін тексерту үшін ауруханаға барады. Оның құрсағындағы ұрық өсе бастаған, тіпті қалыпты нәрестеден де жылдам дамып жатты. Бала жақында дүниеге келетіндей көрінді. Том Рейчелді өз үйіне алып келіп, жақсы күтім жасауға тырысады. Алғашында Томның әйелі қатты қызғанады, бірақ Ут суретін көргеннен кейін көзқарасы өзгереді. Ол Рейчелді үйде қалдыруды өзі ұсынады, тіпті оған өзі күтім жасай бастайды. Том олардың тату өмір сүріп жатқанын көріп, алғаш рет жеңіл тыныстайды. Алайда келесі күні Рейчел төсекте есінен танып қалады. Оның жағдайы нашарлаған сайын Томның әйелі одан бетер уайымдайды. Бірақ оның уайымы негізінен Рейчелдің құрсағындағы балаға байланысты еді. Өйткені ол өзі бала көтере алмайтын. Сондықтан бұл сәбиді әлдеқашан өз баласындай қабылдаған болатын. Рейчелдің есінен тануы жиілей береді, ол әбден әлсірейді. Мартин арнайы дәрі әкеледі. Бірақ ол аурудың жоғалуын тек уақытша ғана баяулатады. Инъекция салмақ болғанда, Рейчел кенеттен сергіп орнынан тұрып кетеді. Бәрі қуанып қалады. Бұл әйел оларды тағы да таңғалдырған еді. Мэгги Рейчелдің сауығуын құрсағындағы баланың антиденелер бөлуімен байланыстырады. Зерттеу үшін ол Рейчелдің қағанақ сұйықтығын алмақ болады. Рейчел қарсы болмайды, өйткені басқаларды құтқаруға көмектескісі келеді. Бірақ Томның әйелі бұған үзілді-кесілді қарсы шығады. Себебі ол балаға зиян келуден қорқады. Тіпті Рейчелді дұрыс қорғамадың деп Мэггиге кінә тағады. Томның әйелі ана болу арманын жүзеге асыру үшін Рейчелді жасырын түрде тығып қояды. Том бұған келіспесе де, бәрі оның рұқсатынсыз жасалады. Том үйге келгенде Рейчелдің жоқ екенін байқап, әйелінің жоспарын түсінеді. Дәл осы уақытта Каст пен оның жақтастары қайта тірілген адамдарды жоюды жоспарлайды. Мартин оларды қорғау үшін шіркеуде паналау орнын ұйымдастырады. Бұл жаңалықты естіген Том дереу сол жаққа асығады. Бірақ дәл сол сәтте Рейчел қоңырау шалып, Томның әйелі оны тұтқындап отырғанын айтады. Том бірдеңе дұрыс емес екенін түсініп, алдымен Рейчелді құтқармақ болады. Алайда уақыт болмайды. Каст пен өзгелер шабуыл жасайды. Олар шіркеудің ішіне улы газ жібереді. Мартин барлығына тез арада сыртқа қашуды бұйырады. Шіркеу іші астан-кестен болады. Адамдар жөтеліп, тұншығып, үреймен қашады.
Том ең соңғы болып сыртқа шығады. Ол әлі демінде дұрыстап үлгермегенде, кенеттен көлік соғып кетеді. Рөлде отырған Каст қатты абдырап қалады. Ол тек қайта тірілгендерді өлтіремін деп ойлаған, бірақ тірі адамды қағып өлтіргенін күтпеген еді. Ол шынымен де Генриді тірілтіп әкелген еді. Осы сәттен бастап ол миссионердің өлгендерді қайта тірілту қабілетіне мәжбүрлі түрде сенеді. Сол кезден бастап миссионер адамдар үшін Құдайға айналғандай болады. Дәл осы уақытта қалада күтпеген жағдай орын алады. Қайта тірілгендердің барлығы бір бағытқа қарай бет алады. Тіпті қайта тірілгендерді басқару орталығының басшысы да орындықтан тұрып, соларға қарап тұрып қалады. Оларды осы сәтте Рейчелдің құрсағындағы ұрық бірдеңені сезгендей тоқтаусыз қимылдай бастайды. Ол пердені ашып қараған кезде, төменде тұрған қайта тірілген адамдарды көріп, қатты қорқады. Тек Фредтің ескерту ретінде аспанға оқ атқаннан кейін ғана жұрт есін жинайды. Мартин бұл жағдайдың тым қауіпті екенін түсініп, дереу миссионерді шақыртады. Ол бір қарағаннан ақ Рейчелдің құрсағындағы балада бір гәп бар екенін аңғарады. Оның ойынша, бұл ұрық қайта тірілген адамдарды басқарып отыр еді. Егер бала дүниеге келсе, ол қайта өмірге келген шайтан болмақ. Миссионер бұл жоспарды іске асыру үшін Джейкобтың әжесіне барады. Қайта тірілгендерді біржола жоғалта алатын ерекше тәсіл тек соның қолында еді. Жоспар сәтті орындалу үшін миссионер қайта тірілген адамдарға у береді. Мұны біреу байқап қалған кезде, олар терең ормандағы бір үйде ғана болатын. Миссионер Рейчелдің құрсағындағы баланың жасырынған жерін анықтайды. Екеуі Рейчелді Генридің үйіне апарып, сол жерге паналатады. Джейкобтың әжесі мен миссионер қайта тірілген адамдардың тобын бастап, үйді қоршап алады. Алайда үйдің ішінде тек Мартин мен Фред қана қарсы тұра алатын еді. Миссионер олардан Рейчелді беруді талап етеді. Генри баланы сақтап қалу үшін келіссөз жүргізбек болады, бірақ әлгі топ аса агрессивті болып, ішке басып кіреді.